Сәлем қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Асқабақтан қандай тағам жасаймын деп ойланып жүрсеңіз, осы тамақ түрін ұсынамын. Өте дәмді, сулы болып шығатыны сөзсіз. Ең алдымен сұйық майымызды құйып алып, үстіне 700 грамм етімізді салып қуырамыз. 2 туралған пиязымызды салып, үстіне дәміне қарай тұз және бұрышымызды қосамыз. Пиязымыз жақсылап қуырылып болған соң, үстіне 1 дана сәбізімізді қосып қуырамыз. Үстіне 700 грамм картошкамызды салып, жақсылап қуырамыз. Дәл картошканың көлемінде 700 грамм асқабағымызды салып, қуырылу барысында дәміне қарай тұзымыз бен бұрышымызды салып, 100 грамм суымызды құйып, бетін жауып, баяу отта қалдырамыз. Мінекей достар, біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді, сулы болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Үйдегілерге өте қатты ұнайтыны сөзсіз.